Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы кіші допты нысанаға дәл тигізу. Сабақтың мақсаты: бірінші, оқушыларға кіші допты нысанаға дәл тигізу әдіс-тәсілін үйрету. Екінші, оқушылардың дене қозғалыстарын, ептілігін, икемділігін дамыту. Үшінші, оқушыларға спортпен айналысуға, салауатты өмір салтын ұстануға тәрбиелеу. Сабақ кезіндегі қауіпсіздік ережелерімен танысу. Үй жағдайында жаттығулар орындау кезіндегі қауіпсіздік ережелері. Бірінші, жаттығуларды орындауға арналған арнайы орын таңдау. Екінші, жаттығуларды орындау орнының тазалығы. Үшінші, жаттығуларды орындау кезінде кедергі болатын заттарды алып тастау. Төртінші, дене қыздырынбай жаттығуларды орындамау. Келесі видеороликке назар аударамыз. Аяқтың әрбір буынын жаттықтырып алу өте маңызды. Ары қарай баратын болсақ, қолымызды тізеге қойып, тіземізді ішке қарай 4 рет, сыртқа қарай 4 рет айналдырамыз. 1, 2, 3, 4. Сыртқа қарай. 1, 2, 3, 4. Ары қарай аяғымызды қосып, дәл солай оңға солға бірге айналдырамыз. 1, 2, 3, 4. Келесі бетке. 1, 2, 3, 4. Ары қарай көшсек, аяғымызды барынша ашамыз. Жаттығуымызды оң аяқтан отырудан бастаймыз. Созғаламыз барынша. 1, 2, 3, 4. Енді екінші аяққа өтеміз. 1, 2, 3, 4. Дәл солай тағы да бір рет. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Сонымен ары қарай аяқ буындарын 4 рет оңға, 4 рет солға айналдырып шығамыз. 1, 2, 3, 4. Келесі бетке. 1, 2, 3, 4. Енді екінші аяқтан бастаймыз. Дәл солай. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Осымен біздің денеге арналған жаттығуларымыз аяқталды. Енді дене бұлшықеттеріне арналған статикалық жаттығуларға өтеміз. Жаттығуларды орындап болсақ, сабағымыздың негізгі бөліміне көшеміз. Бұл жерде кіші допты қашықтықтан нысанаға дәл тигізу әдісі берілген. Үй жағдайында кіші допты нысанаға дәл тигізу үшін арнайы бос кеңістікке 6-8 метр қашықтыққа нысана қою. Сол нысанаға оқушы аз салмақты немесе теннис добын лақтыру арқылы дәл тигізу керек. Келесі суретке назар аударамыз. Теннис добын орнынан және жарты қадам арқылы нысанаға лақтыру. Бірінші суретте теннис добын орнынан нысанаға лақтыру әдісі берілген. Екінші суретте теннис добын жарты қадам арқылы нысанаға лақтыру әдісі берілген. Келесі суретке назар аударамыз. Бұл суретте қабырғада тұрған нысанаға теннис добын дәл тигізу. Келесі сурет допты қабырға арқылы және жер арқылы нысанаға тигізу. Бірінші суретте оқушы допты қабырға арқылы едендегі нысананы дәлдеу сурет берілген. Екінші суретте оқушы еден арқылы қабырғадағы нысананы дәлдеу керек. Келесі сурет нысанаға допты дәл тигізу немесе шеңберден өткізу. Бұл жерде 2,5 метрден биіктікке шеңбер қойып, сол шеңберден оқушы теннис добын немесе аз салмақты кіші допты шеңберден өткізу арқылы лақтырады. Келесі тапсырма: кіші допты нысанаға лақтыру түрлерін ата. Нысана қанша қашықтықта тұру керек?
назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.